Ассалаумағалейкум. Менің бүгінгі әңгімем әлі тұрмыс құрып үлгермеген қыздарға арналады. Егер де сіз әлі тұрмыс құрмаған болсаңыз, мұқият тыңдаңыз. Сіз тұрмысқа шыққалы жүрген жігіттің бірінші әйелі болу емес, екінші әйелі болып шығыңыз. Шын. Не үшін дейсіз бе? Түсінбей қалдыңыз ба неге екенін? Себебі сіз бірінші әйел болып шығатын болсаңыз, сізді алғаннан кейін, ол біраз уақыт өткеннен соң екінші әйел алады. Міндетті түрде. Себебі ол қажеттілік керек болады оған екінші әйел. Екінші әйел деп тұрғаным, ол автокөлік қой. Ол бір күні автокөлік алады. Сөйтеді дағаны автокөлікке бүкіл мейірім махаббатын төгетін болады ғой. Оны күнде жуады, күнде сүртеді, оған түрлі нәрселер алып жабыстырады. Оның қыстығын жаздық баллонын алады. Оған мүлдем ақшасын аямайды. Сол кезде сіз ойлайсыз, мынау маған неге көңіл аудармайды? Ал мына машинасына неге сонша мейірім махаббатын төгеді деп машинадан қызғана бастайтын боласыз. Түсініп отырсыз ба? Әңгіменің төркінін. Сол үшін машинасы бар жігіттерге тұрмысқа шығыңыздар. Себебі сол кезде сіз оның бірінші емес екінші әйелі боласыз. Түсініп отырсыз ба? Сол кезде бүкіл мейірім махаббатты, бүкіл ақшасын сіздерге салатын болады. Осыған мұқият болыңыздар. Шын, бұл научно доказаны нәрсе. Сенбесеңіздер, тұрмысқа құрған кезде көлігі жоқ болған, кейіннен көлік алған отбасылардан, әпшелеріңізден, жеңгелеріңізден сұраңыздар. Кімге ағам или жездем көбірек көңіл бөледі деп. Мән-жай сонымен шешіледі де қалады. Сол үшін мұқият болыңыздар осыған. Аман болыңыздар, тұрмысқа шықпай қойып жүрмеңіздер бар.